Достар, егерде сіздер өмірден алынған ғибратты оқиғалар мен ислам дініне қатысты бұрын соңды білмеген қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, Құран тағылымы каналына жазылыңыз. Сондай-ақ әрдайым төменгі жаққа пікір қалдырып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Неғұрлым көп көрермен жиналған сайын, соғұрлым қызықты әңгімелер шығады. Ендеше достар, каналға қолдау білдіріңіз. Күндердің күнінде бір қалада байлығы мен аты шыққан өте дәулетті Нұғман деген кісі өмір сүріпті. Оның өте тақуа және тәрбиелі баласы бар еді. Нұғман өз кезегінде күнделікті 5 уақыт намазын үзбей оқып, дінге берік жан еді. Және барлық білгенін кішкентай баласына әрдайым үйретіп өсіреді. Алайда оның денсаулығы соңғы уақытта сыр беріп, күнделікті жөтелі күшейе түседі. Нұғман мұның басты себебін темекі тарту екенін жақсы білетін. Әйелі қанша темекіні доғару керектігін айтса да, ұзақ жылдар бойы әдетке айналдырған отағасы одан бас тарта алмайды. Бір жағынан ол темекі исламда нақты арам етілмегендігін алға тартып, соған сәл де болса іштей жаны тыныш табатын. Арада бірнеше жылдар өтіп, баласы ер жетіп, білімді әрі салмақты жігіт болады. Бір күні Нұғман жұмыстан үйге келгенде, баласы сол уақытта әдейі темекіні аузына салып жатады. Сонда ол баласының аузынан темекіні жұлып алып, қатты ашуланады. Мұны көрген әйелі: "Оған несіне ашуланасыз отағасы? Бала ата-анасынан көрген жасайды емес пе?" деп оны жұбатуға тырысады. Сонда Нұғман сөз алып: "Я, білемін. Менің күнделікті шегіп жатқан темекім қате амал екенін жақсы білемін. Енді сол қателікті балам қайталамаса екен деймін" дейді. Сол сәтте баласы әңгімеге араласып: "Әкешім, темекі тарту қателік амал емес, бәлки арам болған амал. Сіздің күнделікті ұйып тыңдайтын Шейх Ғазали, Шейх Кишк секілді ғалымдар темекіні харам деп бірауыздан үкім шығарған. Мұндай ғалымдардың барлығы темекінің үкіміне байланысты Құрандағы мына аятқа сүйеніп шығарған: өз-өздеріңді өлтірмеңдер. Сондай-ақ Аллах тағала сендерге жағымсыз амалдарды харам етті. Ендеше сіз осыларды біле тұра неге доғармайсыз?" дейді. Сонда әкесі: "Иә, айтқаның дұрыс. Бірақ Құранда нақты темекі харам деген ешбір аят жоқ қой" дейді. Баласы күлімсіреген күйде сөз алып: "Олай болса, жеміс алмасының өзі біздерге харам шығар. Өйткені оның да адал екен туралы Құранда ешқандай аят жоқ. Әкешім, Құранда барлық нәрсе тікелей затымен айтылмаса да, жанамалап айтылған үкімдер өте көп. Сондықтан жоғарыда айтылған аяттар адамның денсаулығына зиян тигізетін барлық нәрселердің арамдығы туралы ескертеді. Ендеше темекінің денсаулыққа зиян екенін біле тұра, оны адал деп ешкім айта алмайды. Солай емес пе?" дейді. Сонда әкесінің көңілі босап: "Иә балам, сенің айтқаның орынды екен. Жаратқан Жаббар маған қанша дәулет берсе де, сен сияқты осындай білімді әрі көз қуанышыма айналған перзенттің бары мен үшін барлық дүниеден де қайырлы. Мен бұдан былай темекі тартуды доғарамын балам. Өйткені Раббым маған сен арқылы ескерту жасап жатқанын енді сездім" деген екен.